Қош көрдік біздің арнаның тыңдармандары, көрермендері. Біз бүгін бес бармақ ауқатын жасаған 70-тегі абыз ананың екі зуаланы қабат қойып жайып, осы тамақты кәдімгі аузыңыздан дәмі кетпейтін қылып жасағанын қазір көрсеміз. Міне 70-ге келген абыз ана мынау міне жайып жатқан. Не деген керемет, қазақтың әбден бұл кісілер ененің тәрбиесін алған, әбден қазақи өскен кісілер ғой. Міне қандай әдемі керемет қамырды тығыз қылып жаяды. Міне қараңыздар, қазір қамырды алған кезінде көрсететін боламыз. Міне керемет, қараңыздар қандай қағаздай қылып жайып жатыр. Қазір жайып осыны міне турағанын көрсетеміз. Міне қандай әдемі қылып, мына алдарыңызда көненің көзін көрген 70 жастағы абыз ана міне тамақ істеп жатыр. Қараңыздар қандай керемет, ауылдың иісі аңқып тұр ғой. Шіркін қамыр ауқат, не деген қолдан жайған қамыр. Мына ет қазанда қайнап жатыр. Етті қазір шорпасын тексеріп көріп жатыр. Қазыны жарылды ма, жарылған жоқ па деп. Қазыменен үлкен жамбас. Мынау міне тұздыққа кептірген помидор, қызанақ жазда кептіріп қойғанбыз. Керемет дәм береді тұздыққа. Соны салып жатырмыз. Міне қазір міне қамырды қайнап тұрған еттің сорпасына қандай тамаша. Қараңызшы, абыз ана қандай керемет. Ай, кейбір жас келіндер бұл кісіге ілесіп осындай істей алмайды-ау. Міне қараңыздар, өзі қамырды өзі алып жатыр. Міне өзі алып қазір дастарханға ұсынады. Ұсынған жерінде қазір сіздерге көрсететін боламыз. Шіркін осындай абыз аналарымыз аман болсын, қартаймасын. Бұл кісілердің жілік майы тоқ қой. Мына алдарыңызға ет келді. Міне қандай семіз қазы, семіз жылқының еті. Мұны тұздық маржаны қызыл болып көрініп тұр. Қараңыздар, керемет, иісі аңқыған, жесеңіз аузыңыздан дәмі кетпейтін, қайта-қайта жегіңіз келе беретін қамыр ауқат болды. Бес бармақ, әр қазақтың үйінде осындай дастарханда бес бармақ болсын, ет, қазы, қарты, жал-жая болсын. Ал енді қазақ елі сау саламатта болыңыздар.